Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазіргі хит болып жатқан өрме нанын жасап көрсететін боламын. Өте керемет болып шығады. Маған керекті заттарымның барлығын алдын ала дайындап алдым. Мына жерде еленген ұным бар, су және сүт, жұмыртқа, шекер, тұз, дрож және де майымызды дайындап алдым. Жарты кесе жылы суыма дрож, тұз және де шекерімізді салып жақсылап ерітіп аламыз жылы суға осылайша етіп. Барлығын ерігенше араластырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Грамын видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Еленген ұнымыздың үстіне құямыз да бір келкі қамыр қылып илеп аламыз. Менде мына жерде бір кесе сүтті да құямыз. Және де 2 дана жұмыртқаның ақ-уызын салып жібереміз. Сары уызын бөлек алып қойдым. Нанымның бетіне жағамын деп қалғанын салып жақсылап илеп аламын. Илеп болған қамырымның бетіне 2 ас қасық топлоний майын саламыз да бір керкі қамыр қылып илеп аламыз бұны да. Жақсылап илеп аламыз. Бойына сыңдырып илеуіміз қажет майда. Қамырымның үйеуі қанып болды. Енді жан-жағын бір қайтарып аламыз да қамырымыздың жұмсақтығы қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа болуы қажет. Осылайша етіп бетіне пленка жабамыз да апарып 1-2 сағатқа орап қоямыз. Ашығанын күтеміз. Менің қамырым ашып болды. Енді осыны ыдысымыздан босатып аламыз. Қамырымызды ыдыстан шығарып аламыз да кішкене бөліктерге бөлеміз барлығын. Барлығын мен 40 грамнан жасадым, солай жасасаңыздар болады. Бөліп алған кішкене зуала қамырларымыздың барлығын зуала қылып жасап қоямыз. Осылайша етіп жасасаңыздар өте ыңғайлы. Демалып болған қамырларымызды барлығын бір шетінен жая бастаймыз. Осылайша етіп 2 саусағымыздың көмегімен ұзыншақ етіп бұрап ұзыншақ қылып созып аламыз. Лағманның қамырын созғандай етіп созып аламыз. Созып алған қамырларымызды бір шетін жоғарыға қарап бұраймыз, бір шетін төменге қарап бұраймыз. Осылайша етіп бұрап аламыз да 2 шетінен ұстап көтерген кезде өзі бұралып шығады осылай болып. Мінекей достар, осылай қылып жасайсыздар. Сол кезде өзі бұралады. Мен 2-ші мәрте көрсетем. Мінекей менде осылайша етіп барлығын жасап қойып қоямыз. Шетінен бүгіп қоямыз барлығын. 60 сантиметрге дейін, 80 сантиметрге дейін созатын болсақ, жіңішкелеу болып, ұзыншақ болып шығады. Мен қысқа қылғандықтан осылай қысқаша етіп будым. Жасап болғаннан соң тапамыздың бетіне пергамент қағазын төсейміз де жаңағы нандарымызды теріп шығамыз. Барлығын осылай біртіндеп теріп шығамыз кезек-кезек.
Осылайша етіп жасап келген қонағыңызға бауырсақтың алдына қоятын болсаңыз, дастарханыңыздың көркін ашатын болады. Теріп қойған нандарымыздың бетіне жаңағы жұмыртқамыздың сарысын жағып бастаймыз. Барлық шетіне жағып, біртіндеп жағып шығамыз. Жұмыртқаны жағып болғаннан соң өрімнің бір шетіне макты осылайша етіп саусағымыздың көмегімен батырып жабыстырып шығамыз. Өте ыңғайлы, осы әдіспен жасасаңыздар. Жанына бір таяқша нандарды да жасадым. Оның рецебі керек болса, маған описанияға жазыңыздар. Келесі видеоны сол нанның рецебін шығаратын боламын. Екінші кезекте мен күнжітімді да осылайша етіп арасы бос қалмасын деп, екінші өрімінің орталары бос еді, сол жерлеріне осылайша күнжіттердің барлығын жабыстырып шықтым. Бірінші жұмыртқаға саусағымызды батырып аламыз да, одан кейін күнжітке батырып жабыстырсақ өте ыңғайлы болып жабысады. Мен бұл нанды кафеде жеген едім, сол аузымда қалған соң рецебін шығаруды жөн көрдім. Осы кезде пешкамызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешкамызға нанымызды салып аламыз. Менде 200 градусте пісіріп алдым. Енді кезекте екінші мәрте көрсетіп жатырмын. Бұларды жұқалау қылып жасадым. Бірінші наным осылай болып шықты. Ендігі екінші мәрте салған нандарымызды да салып шығамыз. Бұны жіңішкелеу қылып жасадым. Міне достар, менің нандарым осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын.